Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біраз көрінбей кеттім, себебі өзім профессияма байланысты көптен қызығып жүрген бір методикамен жаңа шыққан әдіспен психологтардың инструменті ол клиенттермен жұмыс жасайтын популярный болып жатқан соңғы кезде 7-8 жылда біздің Қазақстанымызға жаңадан келіп жатыр. Мен оған қыстан бері қызығып жүргем. Ресей психологтарынан қарап практикумдарына қатысқан болатынмын. Енді мен кәдімгідей маман ретінде полный толықтай әдіс тәсілімен үйрендім. Соны сіздерге YouTube каналымда бөлісетін боламын. Сіздерге де пайдасы тиіп қалуы мүмкін. Менімен бірге болыңыздар. Нейрографика жайлы айтатын болам. Яғни нейрографика мүмкін бір жерде көрген шығарсыз, естіген шығарсыз. Нейрон деген жалпы мен бұрынғы сабақтарымда аудиокнигаларым ішінде психологиялық нейрондар жайлы айтқанмын. Нейрондар жалпы ұзын және қысқа жасушалар олар. Яғни ұзын аксон, қысқасы дендрит, олар үнемі бұтақтар іздес өсіп үлкейіп отырады. Егер біз қаншалықты позитивні жақсы ойда болсақ, олар өсіп көбейіп отырады. Егер біз негативқа беріліп кері кеткен сайын олар өшіп өліп отырады. Сондықтан да біз нейрондарымызды жаңа нейрондардың түзілуіне осы нейрографика көмектесетін болады бізге. Яғни жүйке жүйесі орталық және перифериялық жүйке жүйесі болып екіге бөлінеді. Орталық жүйке жүйесі бұл ми, бас миы және омыртқа жұлынынан, перифериялық жүйке жүйесі жүйкелер, яғни талшық шоқтары. Осы жүйкелер бас миы мен омыртқа жұлынынан адамның барлық денесі тарап жатады. Яғни мида жүйкелер де нейрондардан, яғни бір-бірімен жағаласып жататын жүйке жасушаларынан құралады. Мен қатар адам организмінің тіршілігінде ми сыңарлары қыртысының маңызы өте зор. Адамда ол орта есеппен алғанда 14-15 миллиард нейроннан тұрады. Ми қыртысының маңдай жағы анағұрлым маңызды рөл атқарады. Яғни адамның миы жаңағы дамуы қаншалықты дамыған сайын оның жаңағы маңдай жағының үлесі де соғұрлым ми қыртыстары кеңейіп отыратын болады. Яғни жүйке жүйесі нейрон деп аталатын жеке жасушалардан құралған. Бұл нейрондардың әрқайсының екі түрлі тармағы болады. Олардың ұзын тармақтары нейрит немесе аксон, ал екіншісі көптен қысқа тармақтары дендрит деп аталады. Нейрондардың тарамдала келіп өзара түйінделіп бітетін жерін жүйке орталықтары дейміз. Яғни бұлар орталық перифериялық және негативтілік жүйке жүйелерінен өн бойына орналасқан. Орталық жүйке жүйесі бөліктерінің орналасуы көп қатарлы үйдің құрылысына ұқсас, яғни олар бірінің үстіне бірі орналасып біткен. Осы бөліктердің жоғарғысы төменгісінен атқаратын қызметі жөнінде күрделі болып келеді. Орталық жүйке жүйесінің төменгі бөлімі жұлын орналасады. Яғни бұл жерде Павел Пискарев деген орыстың психологы, ғалымы осыдан 9 жыл бұрын осы әдісті ойлап тапқан. Яғни біздің миымыздағы нейрондардың нейрон иректерінің сызықтарының дұрыс түзілуін, яғни біз жаңа нейрондардың түзілуін жайлы осындай авторлық методика ойлап тапқан. Яғни нейрографика деген нейрон жасушалар, графика сызу. Біз жасушаларды, яғни миымыздағы нені қағаз бетіне түсіреміз. Психологияда барлығы біледі. Қағазға жазудың біздің саусақ ұштарымызда неше түрлі сан мыңдаған нейрондармен связь нелер бар, белгілері бар, сигналдық жүйелері бар. Сол біздің прямой миымызбен нейрондарымызды қағаз бетіне осылай нейрографика суретін салу арқылы біз басқаруымызға болады. Яғни жаңа нейронның түзілуіне себепкер бола аламыз. Яғни мына жерде
қалай сызықтарды салуға болмайды, иә, иректерді саламыз деген кезде көп адамдар дұрыс емес жасайды. Бұлай мысалға осылай тура осылай бір иректі қайталап сыза беруге болмайды. Бұл бізде күнделікті өміріміздің бір сарында қайталана береді деген мағынаны білдіреді. Ал егер осындай біркелкі былай бір жақ қаратып салған тоже дұрыс емес. Бұл да мәнсіз ирек, дұрыс емес. Ал бұлай келе жатып бұлай түйіншектеп, тағы келе жатып түйіншектеп кеткен тағы да дұрыс емес линия бұл. Бұл деген біздің шиеленіс, өміріміз шиеленіске алып келеді деген мағынаны білдіреді. Ал бұлай сызып келе жатып бұлай үшкір жасаған тоже дұрыс емес. Мына жерде тағы да үшкір, бұл дұрыс емес. Себебі үшкір деген сөз қару жарақ сияқты, мысалға пышақ, үшкір заттар біздің денемізге қауіп төндіреді деген мақсатта үшкірлеуге дұрыс емес үшкір жасаған. Осыны да ескеру керек. Ал бұлай үлкен арасын ашық алыстатып осындай салған, бұл өлі нейрон деп аталады. Бұл дұрыс жұмыс жасамайды, бұл да дұрыс емес. Келесі жолы мен сіздерге келесі сабақта қалай дұрыс салу керек екенін айтатын боламын. Лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер, бұдан да пайдалы сабақтар шығарамын.